Алдымен осындай тренинг семинар ұйымдастырушыларға Асхат пен Есенгүл апаға үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені тек қана семинар емес, біраз адамдармен көп таныстым. Бұрын виртуал болып жүрген адамдармен бұлай жүзбе-жүз танысып, пікірлерімізді айтысып, одан кейін семинардан кейін кездесу кезеттің мүшелерімен кездестік. Жақсы кездесулер болып жатыр, жақсы пікірлер айтылды. Сол үшін көпшіліктің шешімімен мен қыздарға арналған арулар кезет сайтын қайтадан ашайын деп отырмын. Одан кейін Нұрберген Мақым екеуміз сөйлесіп, ана мен бала туралы қазақша сайт ашып жатырмыз. Оның бір себеп екеуміз жас әкеміз, екеуміздің де семьяларымыз бар. Екеуміздің жұбайларымыз интернетке кірген кезде орысша материалдар іздейді. Бүгін негізі тарихи сәт болды. Өйткені көбісін сол виртуал жүрген адамдардың бәрін көріп, мәз болып жатыр. Бәріне сәлем, бәрімен кездескеніме қуаныштымын. По секунду сол жаңағы фрагментке әңгіме айтып біз Тайландта отырмыз. Міндетті тренингінен соң қазақ блогшылары тарихи оқиғасы болады. Артында әңгіме дүкен құрады. компанияның қазір 300 миллион адам бар. Бағындырып, биікті біз білмей күйікті, Алматыда Таиланд бәрімізді жиіпті. Асхат саған рахмет болған осыған ұйытқы. Бәріңізге рахмет. Кездесуде кездескенше.